Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет салат дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап қалай дайын болатынын біліп алыңыздар. Алдымен бізге піскен 3 қызылша қажет болады. Оны қырғышты көмегімен шығарып аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның сесін басып кетіңіздер, менімен бірге болыңыздар. Бізге 2 зубчик чеснок қажет болады. Міне қызылшамызды теркадан шығарып алдық. Қара бұрыш қажет болады. Тұз қажет болады. Алма сіркесі қажет болады. Кориандр қажет болады. Қант қажет болады. Зайтун майы қажет болады. Күнжіт салып, барлығының біркелкі араластырып аламыз салатымызды. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Егер де дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, мені каналыма комментарий бөліміне жазып өтсеңіздер болады. Өте оңай, әрі жылдам дайын болады, әрі өте пайдалы. Салатымыз дайын болды. Дастарханымызға тарта беруге болады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.